балалар, біз сіздермен Google сайт, алдында біз сіздермен Google сайт дегеніміз не екенін, және де Google'дың өз аккаунттарымыздағы бірнеше қосымшаларымен таныстық. Бүгінгі тақырыбымыз Google сайтта сайттар құрастыру. Ауданымыздағы талап бойынша бүгін бізге кәсіпкер Мурдинованың талабы бойынша ол кісінің тауарларын, косметикалық тауарларын нарық сұранысына шығару болып табылады. Яғни онлайн интернет-магазин арқылы біз тұтынушыны табамыз және сол тұтынушыға өзіміздің косметикалық өнімімізді жарнамалаймыз. Тапсырма түсінікті ма? Ал енді тапсырма түсінікті болатын болса, мен бүгінгі сабақтың мақсаты мен құрылымымен таныстырып өтейін. Осы Google сайтты жасап болғаннан кейін, әрине, әрбір білім алушыға біз міндетті түрде баға қоюымыз керек, яғни ол біздің бағалау критериялары болып табылады. Ең алғашқы бағалау критерий бойынша біз сайттың құрылымына, яғни көлемінде 2 бет логикалық байланыс жасалған болса, онда сіздің ұпайыңыз 2 балл болады. Егерде ақпарат мазмұны мамандыққа сай, нақты, түсінікті ақпарат алынса, ол да 2 ұпаймен есептелінеді. Дизайн және визуалды үйлесімі, яғни эстетикалық безендіру, шрифт қарып, сурет, түстер үйлесімдігі қолданылса, 2 ұпай қойылады. Функционалдығы, яғни сілтеме, навигациясы дұрыс жұмыс жасалған жағдайда 2 ұпай аласыздар. Қорғау және таныстыру, өз ойыңызды анық жеткізіп, сұраққа жауап бере алған жағдайда сізге 2 ұпай қойылып, барлығы 10 балмен есептелінеді. Түсінікті ма? Яғни сайт құрған кезде осы критерийларда міндетті түрде қадағалануы қажет. Ол сіздің баға алуыңызға мүмкіндік береді. Өмірбеков Нұрсұлтанның онлайн косметикалық дүкенге деген Google сайты дайын екен. Ал енді соны жарнамалауға рұқсат етіңіздер. Менің сайтымның аты Beauty Glow деп аталады. Бұл жерде мен мысалға сазат еткенде, бұл бренд мысалға кожаға арналған продукттар сатады. Например, крем или немесе шашыңызға арналған лосьондар заттар сатады. И бұл жерде қалай айтсақ болады, каталог, главное бізде өзіміздің сайт туралы бәрі түсіндірілген. И каталог дальше. Бұл жерде менің сайтымның товарлары. Мысалға міне крем, бұл жерге басып кіргенде, бұл жерде қанша тұрады бағасы и бүкіл несі, толық информациясы бар. Қайтадан каталогқа кірген кезде бізде басқа товарлар бар енді. Уақыт аз болғандықтан мен онша қатты товар көп қосылған жоқпын. И бізде бұл жерде корзина бар. Ол корзинаға біз мысалға алып қосқанда біз дальше уже сатып аламыз, заказ беріп, и біздің доступный жерлерге келеді. Білім алушы Өмірбеков Нұрсұлтанның ұсынылған сайты өте қарапайым түрде жасалынған. Бұны 16 жастан 80 жасқа дейінгі қыз келіншектер өзіне пайдалана алады. Ешбір қиындығы жоқ. Яғни бірінші бетінде, главныйында қандай өнімдер бергені, және де фирманың туралы кішігірім ақпарат, және де менеджермен байланысу туралы сол кісінің электрондық адресіне сілтеме жасалынған.
Екінші бөлік каталогында студент барлық осы фирманың кремдерін, бет күтіміне, шаш күтіміне арналған заттарын көрсеткен. Келесінде және де сол ұнаған затты корзина батырмасына, яғни себетке түсірген жағдайда әрбір қыз келіншектер өзіне пайымды ұнаған затын заказ беру арқылы өзінің тапсырысын бере алады. Сайт өте қарапайым және түсінікті жасалынды деген ойдамын. Жаңағы бағалау критерийіндағы барлық навигациялық категориялар, яғни 5 бағытта қамтылды деген толық ойдамын. Ал енді әрбір сабақта біз білесіздер, әр нәрсенің өзінің түйіні болады. Ол түйін, яғни бүгін біз рефлексиямен әрбір сабақта пайдаланып жүрміз. Ол сіздерге бүгін ғана бірінші рет қана көріп тұрған заттарыңыз емес, яғни рефлексияны білдім, білемін, білгім келеді деген бағытта толтырамыз. Яғни қазір әр біреулеріңізден сұраймын, осы 3 сұраққа жауап берулеріңіз қажет. Алисман, бүгінгі сабаққа дейін білгеніңіз бар, бүгінгі сабақтан білдім, және де келесі сабақтан не білгіңіз келеді? Осы сұраққа жауап беріп өтіңіз. Бүгінгі сабақта біз сайттарға қалай жасау соңызды, каталогтың комбинациясын көбінесе сайттарды қалай жасауды білгім келеді. Рахмет. Ал енді бағалау сәтіне келейік. Бүгінгі тақырып бойынша Тұрсынова сізге 90 ұпай, Омірбеков Нұрсұлтан сізге 95 ұпай, Михрим сізге 85 ұпай, ал қалғандарыңызбен келесі жолы сабақты жалғастырып, баға алуларыңызға тілектестім. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.